Алла субхану ва тағала Құран кәрімде «Уала тақрабуз зина» дейді. Зинаға жоламаңдар дейді. Мән беретін болсаңыз, зина жасамаңдар деп тұрған жоқ. Зинаға жоламаңдар деді. Біз өткен қауымдарға жіберілген азаптарды қарайтын болсақ, ең ауыр азап Лут алейхиссаламның қауымына жіберілді. Себебі арсыздық белең алып кеткен болатын. Алла тағаланың бұл дүниеде жіберетін мүшриктердің өзіне ондай азап жіберген жоқ дейді ғұламаларымыз. Арсыздарға жіберген азап секілді Аллаға серік қосқандар қауымдарға да ондай азап берген жоқ дейді. Мен құдаймын деп жар салғандарға да Алла тағала ондай азап берген жоқ еді. Арсыздыққа берілген азап ең қатты азап болды дейді. Сол үшін де Алла тағала бұл арсыздықтың алдын алуды бұйырып жатыр бізге. Оны жасама деп тұрған жоқ, оған жолама дейді. Оған жолайтын іс-әрекеттерден, оған барып қоятын іс-әрекеттердің барлығынан аулақ бол дейді. Құран кәрімде Алла субхану ва тағала бізге шайтанның осы істе азғыруын жүзеге асырған бір кісінің оқиғасын баян етеді. Ол кісі дін адамы болатын. 3 жігіт сапарға шығу барысында қарындастарын кімге тастасақ екен деп аманат етіп сол кісінің алдына келіп тапсырып кетеді. Ол үйіне кетіп келіп жүреді. Күндердің бірінде жалғыз еркек пен жалғыз әйел бір жерде қалған кезде үшіншісі шайтан болады дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Күндердің бірінде бірте-бірте көз түседі, бірге отырып, ақыр соңында зинаға барғаннан кейін жүктілігін ертеңгі күн ел біліп, мен елдің алдында қара бет болам деп өлтіріп көміп тастайды. Қарап отырсаңыз, адам өлтіру, зина жасау қылмысына неден барды? Әлгі Алла тағаланың Құран кәрімде «Уала тақрабуз зина» оған жоламаңдар дейді. Егер жолап қалдың ба, оған ұрынып қалуың әбден мүмкін. Күндердің күнде 3 жігіт сапардан оралып, әлгі кісіге келіп, қарындасын сұрайды. Қарындастарын келіп кетіп жүрген еді, білмеймін деп бас тартады. Осының барлығын істетіп атқан шайтан ары қарай қоя ма? Жоқ. Түсіне кіріп жігіттердің қарындастарының өлі және де көміліп жатқан жерлерінде түстеріне кіріп айтып шығады. Түстерде Рахман тарапынан да болады, шайтан тарапынан да болады. Содан әлгі 3 жігіт тұрып, күдіктеніп бір-бірінен сұраса, барлығы да сондай түс көрген. Сөйтіп барып ашып қараса көрсетілген жерде шында да қарындастары көміліп жатыр. Әлгі кісіні жазаламақ болып дарға асайын деген кезде шайтан келіп, осының барлығын саған істеткен менмін дейді. Бұдан да шығар жол саған тауып беремін дейді. Сен бір рет Құдайға күпірлік ет дейді. Қараңыз, кішігірім күнәдан бастады. Бірте-бірте үлкен күнәларға барды. Енді келіп Аллаға күпірлік ететін болсаң, Құдай жоқ дейтін болсаң, мен сені құтқарып қалам дейді. Сонда әлгі кісі күпірлікке салынады. Құран кәрімде Алла тағала «Фәләммә кәфара» ол күпірлік еткен кезде дейді. «Қала инни бариун минк, инни ахафуллаһ раббил алямин». Шайтанның өзі мен сенен аулақпын, мен әлемдердің Раббысынан қорқамын деп бас тартты дейді. Қараңыз, істерін істейтіннің барын істетіп келіп, ең соңында сізге дос емес ол, тастап қашып кетеді. Дүниеде дос болған адамдар бір күн келіп саған қас болуы мүмкін. Қас болған адамның өзі бір күн келіп дос болуы мүмкін. Алайда шайтан ешқашан адам баласына дос болмайды. Сізге қаншама нәрсені сыбырлап, қаншама айланы үйретіп, дүние табу жолында кімді алдап кетсең, кімге өтірік айтсаң, мына жерде қалай істеуге болады деген секілді айлаларды үйреткен шайтан сізді сол шыңына дейін алып барып, ары қарай жардан тастаған кезде сізге қолдау көрсетпейді, артқа қарай қашады. Сол үшін де сол шайтанның азғыруынан Аллах тағала бізді сақтасын деп тілейік. Шайтанның өзі адам балдарының барлығын алдынан артынан, оңынан солынан келіп азғырамын деді. Бірақ оның да шамасы келмейтін бір топ адамдар бар екен. Олар кімдер десеңіз, Құран кәрімде шайтанның өзі «Ләғуяннахум әжмаин» олардың барлығын жаппай адастырамын дейді. «Илля ибадака минхумул мухласин» олардың ішінде сенің ықыласты құлдарыңнан басқасын деп, ықыласты құлдарының өзіне шамасы келмейтінін шайтан айтып жатыр. Демек, біз бұл дүниеде шайтанның азғыруынан аулақ болуды қалайтын болсақ,
Олай болса амалымызда ықыласты болуымыз керек екен ағайын. Ықыластылық не десеңіз, ғұламаларымыз әртүрлі түсініктеме береді. Тоқ етері жалғыз Құдайдың ризалығын меңзеп амал ету. Алладан өзгені меңземеу. Сенің істеген ісіңде біреу мақтасын, даттасын. Сен бір қалыпты тұратын болсаң, демек істеп жатқан ісіңде ықыластысың деген сөз. Ықыластыларды ғана азғыра алмаймын дейді шайтан алейхилән. Сол үшін де Аллах Тағала баршамызға күнә аталуынан арылуды нәсіп етсін. Күнәларымызға тәубе етуді нәсіп етсін.